Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін сіздермен мерекелік дастарханға өте дәмді толтырылған бұрыш, яғни фаршированный перец дайындайтын боламыз. Ең алдымен осындай кішірек бір кесе, толмайтын бір кесе күрішімізді жуып дайындап алатын боламыз. Және бізге осындай бұрыш қажет болады. Түрлі тістісін пайдалансаңыздар болады. Әдемі болып шығады. Болмаса, қандай бұрыш табасыздар, сонымен жасай берсеңіздер болады. Бұрышты осылай ортасынан бөлеміз және ішіндегі артық дәнектерін алып жуып дайындап аламыз. Бізге пияз қажет болады. Мен осындай қызыл пияз пайдаландым. Сіздер ақ пияз пайдалансаңыздар да болады. Жарты пиязды осылай әдемілеп, ұсақтап, турап алатын боламыз. Тапамызға 2-3 қасық сұйық май құйып, жаңағы ұсақтап турап алған пиязымызды қуырамыз. Және бізге фарш қажет болады. 250 грамм фарш, оның үстіне осындай жаңа қуырып алған пиязымызды саламыз, және де күрішімізді саламыз. Күрішті мен ыстық суда сәл бұқтырып алдым. Дәміне қарай тұз, паприка қосамыз. Және сәл қара бұрыш қосамыз. Қара бұрыш қоспасаңыздар да болады. Өздеріңіздің қалауларыңызға қарай көк шөп пайдалансаңыздар да болады. Ет жемейтін болсаңыздар, тауықтың етін осылай ұсақтап, яғни мясорубкадан өткізіп қоссаңыздар болады. Фаршымыз дайын болды. Бұрыштарымыздың ішін толтыратын боламыз. Бәрін дайындап алдық. Енді духовкамызға саламыз. Духовканың конвекциясын қоспаймыз, және міндетті түрде бұрыштың бетін фольгамен жауып қоямыз. Әйтпесе құрғап кетеді. Фольга влаганы, яғни ылғалды ұстап тұрады, жақсы сочный болып піседі. 180 градуста духовкада 40 минут пісіретін боламыз. Конвекция еш нәрсесін қоспаймыз, тек өзінде пісіреміз. Және бізге ірімшік қажет болады. Ірімшік сары түсті болған дұрыс. Болмаса осындай ақ ірімшікті ұсақ күштен өткізіп, үстіне 1 шай қасық куркума қосып, жақсылап араластырып аламыз. Сол кезде ірімшігіміз, яғни сыр, сары түске боялады. Дайын болды. Сәл пісуіне сәл қалған кезде шығарып, осылай бетіне ірімшікті саламыз. Қайтадан духовкада 5 минут пісіретін боламыз. Сонда ірімшігіміз толық еріп, жақсы сіңетін болады. Қайт духовкаға салған кезде фольгамен бетін жаппайсыздар. Толтырылған бұрыштарымыз дайын болды. Дайындап көріңіздер. Өте дәмді болып шығады. Суға піскеннен көрі дәмдірек болып шығады. Өздеріңіздің қалаларыңызға қарай әдемілеп, әсемдеп дастарханға қойсаңыздар болады. Өте дәмді, жақсы, тіске басар. Дайындап көріңіздер. Сіздердің қонақтарыңызға, жанұяларыңызға міндетті түрде ұнайтын болады. Және де фаршқа ұсақталған сарымсақ, яғни ұсақтап турап чеснок қоссаңыздар болады. Басқа да дәмдеуіш көк шөптер пайдалансаңыздар болады. Сол кезде дәмдірек болып шығады. Бұлай да қоспай дайындасаңыздар да дәмді болып шығады. Дайындап көріңіздер.